Өмірдегі кеңесіздікке қарсы қаламмен күресіп өткен қазақ сатирасының тарихындағы қайталанбас сирек талантты Осмахан Әубәкіров әдебиетімізге өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында қосылып, өмірінің ақырына дейін өнімді шығармашылық еңбек етті. Биыл Азизқақтың дара сарбазы болған жазушы Осмахан Әубәкіровтың туғанына 30 жыл болыпты. Осы атаулы шара Бүгітсай ауылдық мәдениет үйінде аталып өтіліп жатыр. Осмахан Әубәкіров атамыз жазушы, ақын, қазақ сатирасының классигі. 1934-1986 жылы мамырда Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Үшбұлақ ауылында туған. Ақынның әрбір шығармасы тұнып тұрған философия десек қателеспейміз. Бүгінде басылым беттеріне көрінбей кеткен Осмахан Әубәкіровтың шығармаларына шөлкіреп жүргенде жетерлік. Ағамыздың ғажап жыр жұмақтарын назарларыңызға ұсынбақпыз. Күлеміз-ау, солақай, көктайғақ, сөзбен сөз ымды білесізге, қазақ қалпақ өзіміз білеміз. Өтірік өлең оқитын Ақерке Аршанова. Ай, өтірік күлкі, не деген опасыздық. Сейіспайдау, ойбай-ай, сейіспайдау. Бұл не деген сұмпайы күлкі бұл. Езу мен езуін қиыспайдау. Бұл сорлы өтірік қанша өрбіп ұзады екен. Кейде адам осындайдан қызады екен. Өтірік күлкі өліктің күлкісіндей адамның бет-әлпетін бұзады екен. Алынбайтын қамал жоқ, қорқақ болса, шорқақ болса, одан өткен жаман жоқ. От болса да, өрт болса да, қорықпайды жақсы мықты адам. Атамызда, бабамызда қиындықтан ықпаған. Ара журналында қызмет істеген. Сатиралық жанрмен бірге балаларға арналған өлең жыр, ертегі, пьеса, белгілі композиторлардың әндеріне мәтін жазумен, аударумен де айналысқан. Әзиз Несін, Ахметтен келген хаттары, Наумиштің менің өмірбаяным, Мысыр қаласы, Рәпкен, Керейін, самаурынға жанажым, өзім құйып берейін, балдан тартып алайын. 1983 жылы балаларға арналған қазақ қалпақ сатиралық жинағы үшін Қазақстан жазушылар одағының сыйлығы берілді. Бір жыл Кенде туар, бірі жемге, біреу емге туар. Емге туар, ер кешен туар, емге туар, көмешке кемде туар. белгілі композиторлар әндеріне мәтін жазып, өзі де көптеген танымал әндердің авторы атанған. Өзің сәулем іздегенім, біздің ауыл атақты, құдаша, кездейсоқ махаббат, мұңайма, біздің ағай тамаша, тағы басқа әндер бар. Жегеге қыдырып, кешкеледі күн жүріп, ағы үйде отырады, шоқылдатып күн жуып, біздің ағай тамаша. Этикалық мұрасы, өмір тұрмыстағы мінберді көркем бейнелеп, Әзиз-Қақ әдебиетіне айналдыру тәжірибесінің баға жетпес қазынасы. Ол қазіргі әдебиетті әзіл мен эстетикалық ой-танымды дамытуға серпін беретін, үйретері мол, үлгі етер жеткілікті мектеп. Өзінің сатириктік талантының арқасында бойындағы адамгершілік қасиетін ту етіп, халқымен бірге жасайтын өлмес туындылармен Осмахан қазақ әдебиетіне сатираның бұрын-соңды болмаған биікке көтерілуге мол үлес қосты.